міне баяғыда бір атамыз сұраған екен, алла 10 ұлым болмаса да 10 ұлға татитын бір ұлым болса екен деп. Міне соның ішінде бидай ішінде бір арпадай ағамыз бар, міне апалары бар, қорғаны бар, орманы бар, міне қасында бала, қыздары, немерелері бар. Көпті көрсе көл болады деп бүгінгі тойды ақылдасып, жұмыла көтерілген жүк жеңілдеп баршаларымыз атқарып жатқан жайларымыз бар. Құрметті қонақтар, енді кішкене сабыр етіңіздер. Той иелерінің сіздерге деген рахмет, ризашылығын ата-анасына ақ тілекпен бастап, рахметтен аяқтап отырсақ, ал кәнеке үлкен қыз қайда? Айта берсін ба? Онда ұлдың жолы ұлы жол дейді. Жасы кіші болса да үйдің ер азаматынан бастағанды жөн көріп отыр. Құрметті ағайын туыстар, құда-құдағайлар, бүгінгі өзінің шаңырақ болып жатқан қызық қуанышқа келгендеріңізге көп рахмет. Енді әке-шешемізді Алладан тілейтінімізден денсаулық, қасымызда жүре берсін, өмір жастары ұзақ болсын, Алла Тағала әке-шешемізге денсаулық болсын, ауырмасын. Мынандай той сіздерде отбасыңыздар бола берсін, аман есен үйге жетіп, жол амандық берсін Алла Тағала. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Есімім Маржан, осы үйдің келінімін. Міне 13 жыл болады, Құдай қаласа. Мама, папа, мерейтой құтты болсын, денсаулықтарыңыз құтты болсын, арамызда осылай жүре беріңіздер, қара шаңырақта. Балалардың өскенін бәрін бірге тамашалай берейік. Мынау енді қолымыздан келгенше той ұйымдастырды. Осы тойға келген барша қауымға, алыстан ат терлетіп келген алыс жақындағы ағайындарға, өзімнің оңтүстіктен келген шаш бауымды көтеріп, қандай болсын, қызықшылыққа болсын келетін өзім төркінім мамама, әпкелеріме рахмет, Алматы Шымкенттен келген жора жолдастарымызға рахмет, құда-құдағилардың бәріне үлкен рахмет, жолдастарымыз міне Асқар, Серік бар, Мирас бар, ағайын туыс, әке-шешеміздің жора жолдастарына, кластастарына рахмет. Барлықтарымыздың үйімізде осындай той болсын. Айсұлу абысының мен Жанат ағамызға да рахмет. Балалары қандай нұр болдың өзінеге тұрады. Осылай қайынбикелерім бар. Бәріміз қолымыздан келгенше жақсы той өткізуге тырыстық. Тек үйде осындай той болсын. Ассалаумағалейкум, осы жиналған қауым. Атам мен апам тойына келгенім өте қуаныштымын. Атам мен апам осы бір-біріне үйленгеніне 50 жыл болды дейді. Осы ата мен апам енді 70 жылдық, 100 жылдық тойына көшуге Алла жар болсын. Осыған келіп отқан қуанышқа өте көп рахмет сіздерге. Қуанышты жан-жағымыздан болып бірге өтіргенімізге. Енді не дейміз? Бүкілімізге осындай бақыт жұғысты болсын. Айтқанмен да әрбір осы айтып отқан адамдардың тілектеріне келісем. Жүздің бірі Қыдыр дейді періште, кімнің аузына айтқан сөзіне әмин деген білмейміз. Бірақ та көптен көп рахмет. Тойда жиналуға нәсіп етсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, барлық жиналған адамдарға көп рахмет. Атам мен әжемнің болмаса да атам мен әжедей болып кеткен адамдар, бұл бізге өте жақын адамдар, бұл біздің бауырларымыз, ағамыз, атамыз деп айта аламыз. Осы келген тойға жиналған қауымға, ағайын туысқа, бауырға барлығына көп рахмет. Құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Той өтіп отыр, той болса берсін. Алтын тойларыңыз құтты болсын. Бәріне осы той болмағандарға той тілеймін. Асабаға, музыканттарға көптен көп рахмет. Көмектесіп жатқан ағайын балаларға да көптен көп рахмет. Жол жүретіндерге жол болсын.
жақсылықта көрсек. Жас тұрып отыр. Жас тұрып сөйлесін. Жүз жас азалдайсың. Сіздерге айтайын. Құрметті қауым, қош келдіңіздер. Бүгін әбішіміз тойы 50 жас, 50 жылдық тойы құтты болсын. Дендері сау болсын, өмірі ұзақ болсын, жасына жас қосыла берсін. Балалардың немерелерін ғана тойын үйреніңіз. Бәріңізге келгендеріне рахмет. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Әр отбасынан бақыт, күз қуаныш бола берсін. Балалары бәрі айтсын, ешкімге бөгет болмаймыз. Іштеріңізде бір айтатын жақсы сөздер болса айтып алыңыздар. Әжека, дауысы 50 жас мерейтойлары құтты болсын. Жасап бізді қасымызда жүре беріңіздер, балаларыңыз бен немерелеріңіз қызықтар. Осы келген қонақтарға рахмет айтқым келеді. Және де осындай тағы да жақсы тойларда кездесе берейік. Құрметті аталар, алтын тойымызбен құттықтаймын. Сізді өте жақсы көреміз. Денсаулығыңыз жақсы болсын, ешқашан ауырмаңыз. Алтын тойларыңыз 90 жасқа, 80 жасқа бола берсін. Құттықтаймыз. Мына жерде Марал тәтенің екінші қызы бар ғой, кел, сен де бір тілек айтшы. Кел. Әзиза деген Марал апайдың екінші қызы. Ана жақта, не? Ата әжеге бір тілек айтып жіберсін. Ақлима апа, Жанбек ата, сіздерді осындай келіп жатқан тойларыңызбен 50 жас құтты болсын. Жастан жас қосыла берсін. Шақырғандарыңызға Марал тәте рахмет. Бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіздер. Барлық отырған қауымға денсаулық тілеймін. Рахмет. Нұрбол айттың ба? Айт, балалардың бәрі айтсын. Күйеу балалар айтты ғой, бәрі. Ағалар айттыңыздар ма? Жеңгем айтты. Ал кенже қызы сөйлесін, Ажар. Бүгінгі алтын тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулықтар тілеймін. Әрқашан арамызда осылай күліп ойнап жүре беріңіз. Жастан жас қосыла берсін. Бүгінгі келген қонақтарға көптен көп рахмет айтамын. Бүгінгі той көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз. Әр отбасыға осындай той жұмысты болсын. Тек қана жақсылықта кездесіп көрейік. Құтты болсын. Осы отырған қауымға сіздерге көптен көп рахмет. Біздің тойымызды бөлісіп келіп отырғандарыңызға көңілдеріңізден өтті деп ойлаймыз. Сіздерге тек қана денсаулық тілейміз. Аспандарыңыз ашық болсын. Тек қана жақсылық болсын. Осындай тойда кездесе берейік. Аумин. Немене мұңдарыңыз бітіп қалған ба? Бір дауыстарыңыз дұрыс шықпай жатыр ғой? Ал құрметті қонақтар, бүгін біздің Мұқаш әулетінде үлкен той болып жатыр. Ол міне біздің әке шешеміз 50 жылдық жарты ғасыр өмір сүріп келе жатыр. Енді бұл кісілерге тек қана зор денсаулық тілеймін. Әкеміз ауырмасын, анамыз қасында жүре берсін. Тағы не тілейін? Осындай ата-анамның барына мен өте ризамын. Айтады ғой, жұмақтың кілті ата-анамның астында дейді. Сондықтан осы ата-анамыз аман болсын. Бүгін келген қонақтар, міне алыстан келген Динара, саған рахмет. Алтын уақытыңды бөліп, неге қарамай уақытыңа, самолетпен ұшып келдің. Міне саған өте ризамын. Міне Москвадан келіп отырсың осы 50 жылдық тойға. Саған да жұғысты болсын осында 50 жылдық той. Міне алыстан келген бізде құдағиларымыз бар. Гүлстанның құдағи, Құдаша, сосын Динараға бір берейші. Көкжан,
жұбайымен келіп отыр. Сосын Аманкүл құдағиымыз келіп отыр. Соларға мыңда бір рахмет сіздерге. Сосын міне мына жерден алыстан келген Жезқазғаннан келіп отыр, Қарағанды жағынан. Міне Раушатай апамызға көптен көп рахмет. Не сіздерге де Астанадан келіп отыр, міне қарындастары. Сіздерге міне көптен көп рахмет. Уақыттарыңды бөліп, осылай алтын тойға келіп, осындай тойда отырғандарыңызға, енді сіздердің баршаларыңызға тілейтім тек қана ата-анамыздың жолын берсін, алтын тойға сол жететін болайық, осындай үлкен тойға. Биыл өзі бізде той көп. Тойдың басын бізде Рахима тәтемізбен Қадырбай жездеміз бастаған. Сол кісілерден міне содан кейін міне сентябрь уақытында біз нағашымыздың 80 жылдығын тойлап келгенбіз. Енді айтып отырмыз, осы Жусупековтардың завершающийі біздің әке шешеміз осы алтын тойын тойлап отыр. Осындай той көп болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, алыстан келгендеріңіз үйлеріңізге аман есен жететін болыңыздар. Бүгінгі тойдың қалай өткенін енді есебін өздеріңіз бере жатарсыздар. Сосын міне осы жерде айтатыным, міне әкімшілік Ақмарал, сізге көптен көп рахмет. Кешеден бері жүгіріп жүрсіз. Сізді міне қарамағыңыздағы официанттарыңызға да көптен көп рахмет. Сосын міне сізге тамада жақсы өткіздіңіз тойды. Осындай алтын тойға жететін болыңыз. Сізге мыңда бір рахмет. Сіздің музыканттарыңызға да осы көптен көп рахметімді айтамын. Енді қазір осы жерде бір 5-10 минуттық уақыт, енді шығарсыздар. Анамыздың осы жерде өзінің беретін жорамасы бар, сыйлығы бар осы жерде. Сондықтан осыны қабыл еттіңіздер. Қазір мына жерге мен атап өту, ең бірінші бізге ең жақын мына жерде менің нағашы апам Рахима тәтем тойдың болғанына дейін до конца жүр біздің үйде. Билеп келсін. Рахмет. Тәтем күнде келеді, переживать етеді, не істеватсыңдар деп. Ona тырақтыға деп болды ғой. Норковый орамал. Міне сізге анамыздың артынан. Не ғой? Қымбатынан алдық. Специально. Қымбатынан алдық деймін. Өзіңіздің үстіңізде тосын. Апа мен жездеме денсаулық тілеймін. Осылай жасай беріңдер. Осы жомарт үйдің иесі ғой. Сол жомарт аман болсын. Не деуші еді? Жомарт аман болсын бәріне десем. Әумин. Қызметті бәқтап кетті ғой мана. Жас көрем деп, оны жақсы көру керек. Әумин. Бәрі келді, рахмет, Алла разы болсын. Сосын міне мына жерде шақыратынымыз Гүлжан, біздің нағашымыз Карасевкадан. Гүлжан тәтені орта қоса қошқызға келеу шықсыраймыз. Гүлжан тәте! Карасевкадан келіп отыр. Молодец, рахмет. Жоқ, үсте кегіш бер. Гүлжанға міне көптен көп рахмет, жүгіріп жүрсін, ат салысып жүрсін. Әдемі, үстіңізде. Размерлер қалай таптыңыздар? Рахмет Гүлжан тәте, үстіңізден тосын. Сосын міне Астанадан келіп отырған Серік жеңгеміз. Кім? Серік? Серік жеңгеміз. Жеңге келіңіз, Серік жеңге, ортаға беріп келіңіз. Тойдан тобықша деп, сыйға сый, сыраға бал деп мынау әдемі сыйымызды қабыл алыңыз. Міне, қыс келе жатыр, үстіңіз, көкірегіңіз жылы жүрсін, кеудеңіз. Ал келесі кімге? Енді
осы жерге құдағилар, Аманкүл құдағи, сосын менің енем, Гүлнар, Алтын и Зияда дейді. Құдай қосқан құдағилар ортаға билеп келеміз кәнеке. Көңілді би сіздерден болсын. Кеттік құдағилар. Сосын Гүлнар құдағи. Петропавлда Осы отырған қыз бірған елек емес пе? Жүріп шыққан белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған қыз бірған елек емес пе? Бітіріңізге бірдей бөліп жармай бәріміз бірдей алдық. Рубиннан алдық кеше. Керуен сарайда бар, керуен сарайда. Үстілеріңізден досы, құдағилар, қардай болып жүріңіздер. Ойнап қалмаңыздар. Бір фотоға алып жіберейікші керек, фотоға. Құдағилар, құшақтасып тұрыңыздар, құшақтасып. Қолыстасып тұрыңыздар, қолыстасып. Құдағилар, тату болсын ағайындар. Бірінде ұл бар, бірінде қыз бар. Өрісті кеңейтіп, тойымыздың сәнін келтіріп жатқан ақшаулықты құдағиларымыздан бір естелік болсын, фото сіздерден. Ал, кеттік бәрі бір үйдің қыздар сияқты, е? Міне, ал кеттік. Ал енді осы жерге екі нағашы апамыз, бұл Бекабай нағашы апамыз бен Раушатай нағашы апамыз. Раушатай. Нағашылар, Қарағандыдан келіп отырған нағашы апамыз билеттесін керек. Жарайды. Келесі оқи бересіз бе? Ал енді осы жерде апаларымыз отыр. Ботагөз апамыз Иленовкадан келген. Сосын Гүлзайра и Гүлнар апам. Ал апалар келіңіздер. Бүгін келесі қуаныш сіздердікі. Кел, билеп келіңіздер. Şerefsizlik kızlarım sen tamamım Şarjım gücümüz bir koysa kararım Elimdesin gitti elimde kalanım Köpek senden sayarım Dış 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 şimdi çoğalım Dış 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 Шығарып бара жатыр мына киімдер. Ал кеттік ал, фото сіздерден болсын. Әдемі, шараттар керемет мынау. Қышыма деген материал ғой мынау, баяғы біздің әжелеріміз осымен жүретін еді баяғы. Жақсы материал мынау. Ал, фото сіздерден болсын бұрын. Кәнекей, бір құшақтасып тұрыңыздар, шапалар. Иә, күшті болып тұрыңыздар. Естелік болсын. Ақлим апа, ортасына тұрыңыздаршы. Апа, Ақлим ортасына тұрыңыздар, фото. Фото. Ақлим апа өзінің туыстарын іздеп жатыр. Анау қайда, мынау қайда. Ал кеттік. Апамыз үстінде жоқ. Ал үстілеріңізден тосын. Келесі кімге? Келесі біру келім болады, біру жеңгеміз болады. Қазір атап шығам. Айсу. Айсу жеңгеміз қайда? Жаңа, Астана. О, бара-бара мынау. Жасар болып тұр. Астана келеді. Әсем,
сіздерге тосып құтты болсын. Тойға ғана жамылыңыз болсын. Атам шок болып отыр ғой, мынау қайдан сатып алды. Мұндай нәрселер жоқ еді ғой деді. Ата отыра беріңіз қызым. Болды ма? Болды ма? Рахмет. Құрметті қонақтар, 90 ауыз сөздің тобықтай түйін дейтін кезі келді. Біздің атамыз кеше жақында кішкене сырқаттап қалып, сөзін толық жеткізе алмай жүрген жайы бар. Сондықтан ағамызға Алла шипа берсін, сауығып кетсін. Балаларымыздың атынан, өзіміздің атымыздан сертификат. Бұл сертификат Оқжетпес санаторийіне демалуға өздері енді білет, уақытын айтады. Сол кезде біз ата-аналарымызды, анамыз бен әкемізді санаторийға жібереміз. Қол соқ қошеметтеп отырайық. Ана, әке, анам. Бұл балалардың атынан подарок әке-шешемізге. Асқар Таудай әкеміздің бүгін алтын тойы. Бір қол соқ қошеметтеп отырайық той иелеріне. Бірінші болыңыз қайда? Аға кел. Осының кеншегі бар, жандар. Аға, апа, осы балаларыңыздың махаббатын тексерейік. Бір-біріңізге қараңыздар. Бір-бірлеріңізге көздеріңізге қараңыздар. Бір-бірлеріңізді қолдарыңыздан ұстаңыздар. Бір көздеріңізге қараңыздар. Жақындаймыз. 2, 3. Көздерің келіп бір күлген. 2 жақ шалқаяқшы. 1, 2, 3. Айналамыз. Никто тебя не любит так, как я. Никто не любит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя. Стоп! Марал! Марал қайда? Үшінші қызын шақырайық. Кел, үшінші қызын көрейік. Үш қызын тексерейік та енді, не болып жатыр екен, махаббаты болып жатыр екен. Сосын папа маманың бір ауыз сөзімен орнымыз. Ал кәне. Үшінші қызын, мына күйеу балам өмір бойы қамығы ашылмайды екен өзі бар ғой. Марал, кеш сен күйеу қайда? Кел, ағам шақыр. Кел, Талғат. Талғат аға. Марал, сен жауап берші, Талғаттың шашы қайда? Жұмқысадың ба? Кәне, екеуіміз бір-бірімізге қараймыз. Аналарды қолынан ұстаған кезде никто не любит как так я деп бір-бірлерінің махаббат сезімдерін көрсетті. Қолдарыңыздан ұстаңыздар. 1, 2, 3. Секіреміз! Жаным, мен болмасам сен осындай болармен. Бұлбұлдыздар жайран, жүзің жайнап, әдеміліктер тұрармен. Стоп! Көрдің ба, апа? Сіздің қызыңыз болмаса, мына жігіт мынандай жетістікке жете алмаушы еді. Мына жігіт болмаса, мына қызыңыз осындай жетістікке бола алмаушы еді. Тұрыңыздар. Енді үшінші күйеу баласын көреміз. Бұлардың махаббаты не болып жатыр? Бұлардікі де серьезный болып шығады. Кәнекей, қолымыздан ұстаймыз. 1, 2. Ашылым менің, жан-жарым менің, жазылмасын біздің жылымыз мәңгі. Ағарып атқан таңдарым менің, тек сенімен жаным арайлы сәнді. Көрдіңіздер ма? 3 баласы да жаман емес
ағайындар. 3 қызым қияға ұшырған, анамыздың қуанышында шек жоқ. Балаларының бүгін жемісін көріп жатқан Ақлимадай анамыз сіздерге рахмет, ризашылығын жеткізіп қойса, ақ тілекпен. It's quite little practice. Қаттырақ айтыңыз апа. Апам қолы жұттыр. Сыйлығым бар мынау немерелеріме. О! Мынау жерде білетін ең үлкен әлгі жиен әлі Нұрсұлтан мінекі. Немерем ғой, бірінші немерем Нұрсұлтан. Нұрсұлтан ұқсайды өзі. Бір қолса қошқай тұрмай Нұрсұлтан батырымызға. Әжесінің атасының атынан қандай не? Сағат швейцарский. О, қолыңызға тосын. Тосын. Екінші курсында оқып институтта өзі той болғанынан бері көмектесіп бәріне жүгіріп жүр. Аяулым. Аяулым ортаға келсең айналайын ақыл қарындасыңыз құтты болсын. Сағат. Толса қошемет деп отырыңыздар. Аяулымды көре алмайтындар соқпай-ақ қойсын. Бұл Маралдың қызы да? Енді мына жерде әлгі Жанат баламның несін жүгіріп жүр Нұрбол. Нұрбол. Атсалысып мінекей, қанша әлгі көмегі неғылады. Нұрбол, кел. Нұрбол батырды шақырамыз. Нұрекене қайда? Нұрбол міне. Молодец, красавчик Нұрбол. Тост Нұрбол. Атам маған да бірде жағыңыз ба? Бәрін алып отыр, бәрін алып. Дұрыс қой енді баланың айтады бала немере баладан да тәтті болады дейді. Дей алған немерем ұлдықы. Я Жұлдызай. Жұлдызай, кішкентай немересін шақырады кәнекі. Жұлдызай қызымыз қайда? Бағана ән айтты шамасы. Жұлдызай. Кел Жұлдызай, ең кішкентай немересі. Өй жаны. Кет Жұлдызай. Бәрін алысың баба. Андай керемет. Мынандай біздің әжемізде жоқ бір нәрсе алып беретін. Әжеміз түгілі әкемізде жоқ. Осындай семьяларды көргенде сырттан қызығып қарап отырамыз. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Осындай асқар таудай әке аналарымыз аман болсын. Құрметті қонақтар, қараңыздаршы қандай тамаша отбасының қуанышына ортақ болып келіп отырсыздар. Осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп келіп отырған қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Осындай қуанышқа сіздер де жетіңіздер. Қандай тамаша. Кішкентай жиенім, әлі немерем ғой. Айсана. Кәне, Айсана қызымыз шақырамыз кәне. Айсана қыз, кел. Апа жоқ олың. Бұл жақтың немерем ғой. Келесін айта беріңіз. Айсана қыз береміз апа. Келесін. Ана абағалық тосып қалды. Келесін. Айсанадан келген. Ал, Айсана қызды шақырыңдар. Ой, жаным, менді абайсың. Немереңіз болмаған екен да мен де бір нәрсе киіп кетеді. Не апаны неден ойлап отыр? Жарайды, енді кішкентай бала ғой ренжіп жатыр. Не қылдайсыз? Так, қонақтарға айтарыңыз бар ма? Қонақтарға айтарым. Құрметті қонақтарым, туыстарым, туғандарым, ағаларым, жеңгелерім, қайынсіңділерім, күйеу бала, қыздарым, ұлдарым, келіндерім, алыстан келген, жақыннан келген қонақтар мінеки, құдағилар, құдалар, бәріңізге көптен көп рахмат айтамын сіздерді. Осындай той болмаған үйде той болсын, 50 жылдық мінеки. Біз Жәнібек екеуміз қосылғанда, екеумізді 24-25-дің маңайындамыздағы сол мінеки 50 жыл қалай өтіп кеткенін білмеймін мінеки. 50 жылда неше түрлі заман болды. Совет үкіметінің уақытында біз қиыншылық көргеніміз жоқ, Разғал уақытында қиыншылық көрдік. Жәнібекпен бірге мен әлі еркек, әлі әйел болдым. Бірге жұмыс істедім. Совхозда бухгалтер болып істедім. Ол мұғалім болды. Одан кейін Жәнібекпен бірге шөп шабыстым, отын тастым.
атымыз болды. Бірге жүрдім мен Жәнібекпен. Жәнібек өтірік айта қоймасын мінекей. Жәнібек менімен 20 жыл тұрдық екеуміз аса бейнетті де, қызықты да бірдей көрдік. Енді қазір мінекей пенсияға шықтық, енді қызықты көреміз бе деп мінекей баламыз көшіп әкелді, баламызға көптен көп рахмат. Кейде ауылды сағынғанда айтамыз, бізді ауылға қайта апарып тастады деп. Оған енді жол жоқ, келін мен балаға рахмат. Келін мен баланы енді сыйлап өтем ғой, мен мана айттым, қызымды жақсы көремін, енді қызым ең кішкентай болғасын не қылам. Бірақ та бала ес бала. Үй шаңырақ ұстап отқан, Мұқашев әулетінің Жәнібектің шаңырағын ұстап отқан жомартым осы. Енді осы жомартымнан бір ұл көрсін деймін, білмеймін енді келін немене ойлаймын. Сіздерге бәріңізге көптен көп рахмат, келгендеріңізге. Енді Жәнібек бір ауыз сөз енді айта алмас, енді оның әлгі жағдайын білесіздер, ауырып қалды, кішкене инсульт алды. Енді мен де қобалжып өзі айтатын сөзімді ұмытып қалдым. Бәріңізге рахмат келгендеріңізге. Алыстан келген қонақтар, үйлеріңізге аман есен жетіңіздер. Жақыннан келгендер енді мына жерден әлгі звондасып тұрыңдар, біз үйге келдік аман есен деп. Мына жерде отырған мінекей әлгі Еленовкадан Ботагөз жиенім. Өзі Болатбек екеуі ылғи көмектесіп жатады. Ол картопты әкеліп несін солениясын одан сайын беріп жеріп отырады мінекей Ботагөз. Рахмат саған да Ботагөз мінекей. Барлық балаларына бәріне көптен көп рахмат айтам. Жиендерге мінекей әлгі апам 2 жыл болды ана дүниеге кетті. Сол жиендерімді бәріне айтам рахмат. Ағам отыр осы бір жұманың арасында 80-ге келіп 80-нің тойын жасап Астанада содан келдік мінекей. Әлгі бір жиенім ылғи маған бізге күлет Жүсіпбектің әулетінде ылғи той болып отыр. Жылдың басынан той басталып еді, содан міне аяқтап мен болған шығармын. Ең бірінші мінекей Рахима деген сіңлім өзімнен бұрын кеткен 50 жыл болды. Жылдың басында әлгі тойладық. Содан кейін сіңлім 50-ге келді, сонымен мінекей 80 жылдықты ағамның тойлап отырдым. Енді жалғыз ағам қалды, сіңлім қалды, үшеуміз. Неден туған 5 еді, 2-і от дүниелік болып кетті. Олар көре алмады, жарайды. От дүниенің рақатын көрсін, бәрінге енді жарайды, ондай не болмай ақ қойсын бастарымызда, енді қызық қуаныш бола берсін. Көптен көп асаба сізге рахмат мінекей. Балам сияқтысың. Жүргізгенің енді маған ұнады, кейбіреуіне кімге білмеймін, ұнайтын, ұнамайтын өзіме ұнады, жарайды. Өзімнің немнен шықты. Қыздарыма бәріне рахмат айтам. Ұлыма, қызыма, келініме, күйеу балаларыма бәріне ат салысып осы тойды өткізгендеріңе көптен көп басын деймін мінекей. Алысқа кетсе бір қызын жақыннан алады, келінді жақсы болсын деп жүреді ата-ана ұлғысын дейді. Міне ұлды ұяға, қызды қияға ұшырып, қондырып, бүгін міне төбелері көкке тиіп жатқан екі бірдей ата әжеміздің 6 тойлары құтты болсын. Ал ағайын, құрметті қонақтар, мен не деймін осы жандарға? Асада берсін мерейін, тасада берсін мерейін. Сіздерді осындай ағайынның алдында тойлап жүргендеріңізді көрейін дейді. Мынау айтады, әкедей терек табылмас, әкесі жүрек қағылмас, асқар тауың болмаса, жаныңнан шамың жағылмас дейді. Осы әке ананың көзінің тірісінде ғана жақсылықты жасай берейік ағайындар. Талмайық, шаршамайық, осы әке анамызға қанша жақсылық қылсақ та, бұл ананың түн ұйқысын 4 бөліп ақ сүтін берген еңбегін ешқашан ақтай алмайды екенбіз ғой. Сондықтан құрметті ағайындар, осындай біздер сауапты іс жасайтын әке аналарымыз алдымызда жүре берсін. Жасасын бүгінгі Мұқашевтар әулеті деп келген ағайынның қадамдары құтты болсын. Шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жылдары.